ағынмен болуды үйреніңіз. Ниетіңізді білдіріңіз, әрі оның орындалуын Құдайға тапсырыңыз. Мүмкін сіз байқаған боларсыз, кейде біз күтпеген тілектер жиі орындалады. Бірде бір нәрсені қатты қалағанбыз, кейін ұмытып кеткенбіз, күтуді қойғанбыз. Тіпті сол қалаған нәрсеге мұқтаж болмай қалғанбыз. Ал ол орындалып кетеді. Неліктен бұлай болады? Өйткені мұндай жағдайда біз өз қалауымызды босатып жібереміз. Оған жабыспаймыз. Осылайша оған еркіндік береміз. Мәселе осында. Тілек орындалу үшін оған еркіндік керек. Сол сияқты өз тілегімізді орындау үшін де бізге еркіндік қажет. Оның ішінде орындалуын күтуден бос еркіндік. Бұл табиғат заңы. Крайон да бұны жиі еске алады. Ол біздің міндетіміз, ниет білдіру. Ал оны жүзеге асыруды Құдайдың еркіне беру, дейді. Біз Құдайға не қалайтынымызды айтуымыз керек. Осының өзі жеткілікті. Құдайға қалай орындау керектігін көрсетуге тиісті емеспіз. Тіпті орындалу процесін жоспарлау да қажет емес. Құдай өзі бізді дұрыс жолға бағыттайды. Бізге тек сол ағынмен бірге жүру, бәрі қалай болуы тиіс деген түсініктерден арылу керек. Құдай бәрін жақсы біледі. Біз осыны қабылдасақ, бәрі біз үшін ең жақсы түрде жүзеге асады. Неліктен ниеттің жүзеге асуына кеңістік беру керек? Неге оның сыртқы орындалу барысына араласуға болмайды? Түсінесіз бе? Өйткені біз өз өмірімізді ішімізден жасаймыз. Жаратушы ретінде біздің міндетіміз өзіміз алып жүрген энергиялармен жұмыс істеу. Сол үшін біз өз орталығымызды, құдайлық мәнімізді табамыз. Өз күшіміз бен қадірімізді еске түсіреміз. Ниет қалыптастыру – бұл ішкі жұмыс. Ол үшін біз жауаптымыз. Осының өзі жеткілікті. Ішкі әлем қандай болса, сыртқы әлем де сондай, дейді ғой. Егер біз ниетпен дұрыс жұмыс жасасақ, ол біздің қатысуымызсыз-ақ ең жақсы түрде жүзеге асады. Сонымен, бізге тек ниет құру және бәрін Құдайдың еркіне беру қажет. Осындай күйді ағынмен болу деп айтуға болады. Ағынмен болу дегеніміз не? Бұл қанат біткендей, Құдайдың энергиялар кеңістігінде еркін қалықтау. Бұл босаңсу, тынышталу, әлем даналығына сену және оның жетелуіне мүмкіндік беру. Бұл оқиғалардың табиғи ағымына қарсы шықпай, бәрін жеңіл қабылдау. Бұл Құдаймен серіктестік. Құдай сізге жасыл жарық береді, ал сіз еш кедергісіз еркін қозғала бересіз. Есіңізде болсын, ниеттің әрекет етуші күші нұр мен махаббат энергиясы, яғни құдайлық энергия. Сондықтан оған әрекет етуге мүмкіндік беріңіз. Себебі сол энергияда сіздің қалауыңыздың ең жақсы жолмен орындалуына қажетті барлық даналық пен білім бар. Сіз ниет білдіргенде Құдайға қалауыңызды жеткізесіз. Ал әрі қарай Құдайдың өзіне әрекет етуге мүмкіндік беріңіз. Оған қалай істеу керектігін түсіндірмеңіз. Ағынмен болу бұл өткенге де, болашаққа да оймен немесе энергиямен жабыспау деген сөз. Өмірдің өзі ағын. Егер біз сол ағынмен үйлесімде өмір сүрсек, бәрі өз уақытында келеді. Өмір ағынымен үйлесімде болу. Бұл дәл осы сәтке, осында және қазір деген мезетке толықтай тиесілі болу. Елестетіңізші, біз ниет білдіріп, содан кейін үнемі сол туралы ойлап босатпаймыз. Бірақ ниет білдірген сәт өткенде қалды ғой. Егер біз сол туралы қайта-қайта ойласақ, біз өткенге байланып қаламыз. Осылайша өз қалауымызды сол жерде ұстап, оның өмір ағынымен бірге дамуына мүмкіндік бермейміз. Әрине, ондай тілек орындалмайды. Өйткені біз өзіміз оны тоңазытып, онымен бірге өткенге байланып қаламыз. Ал өмір болса, дәл қазір, дәл осы сәтте өтіп жатыр.
Осы шақта болу үшін өзіміз ағын селкілді, еркін, икемді болуымыз керек. Және тілекке де сондай болуға мүмкіндік беруіміз қажет. Сонда ғана ол жүзеге аса бастайды. Ал егер біз үнемі қалаймын деп ойлай берсек, тілек ешқашан қалаймын деген нүктеден жылжымайды. Демек ол сол күйі орындалмаған арман болып қала береді. Сіз өз қалауыңызды әлемге бір рет айттыңыз. Бұл жеткілікті. Енді шетке шығыңыз. Процесті бақылауға немесе бағыттауға тырыспаңыз. Бар болғаны бәрі өз ретімен жүріп жатқанын сезініңіз. Ағынмен болу бұл әр сәтті, әр демді осында және қазір өмір сүру. Қалай ағынмен өмір сүруді үйренуге болады? Өткенге де, болашаққа да, өз тілектеріміз бен жоспарларымызға да жабыспай қалай өмір сүреміз? Ол үшін өзің ағын сияқты, толқын сияқты икемді болуың қажет. Сонда ғана өмірдің табиғи ағымымен үйлесіп, әрқашан қазіргі сәтте өмір сүре аламыз. Өмір ағынын, оның шексіз қозғалысын және тереңдігін біз тек әрбір сәттен шет қалмай, оны толық сезінгенде ғана тани аламыз. Өмір ағынына ену үшін әр мезетке сергек, әрі сезімтал күйде болу керек. Күнделікті күйбең тірлік, уайым мен қамқорлық жиі бұған кедергі жасайды. Бірақ егер біз өмірімізді шын мәнінде сезінгіміз келсе, оны жіберіп алмау үшін тоқтауымыз қажет. Өмірдің үстіңгі қабатымен сырғып өтпей, оның терең ағынына бойлауымыз керек. Ол үшін осы сәттің мәнін сезіну, оған еніп, өмірді бір сызық бойымен жүгіріс ретінде емес, кеңістік пен мәңгілікті қамтитын тұтас болмыс ретінде қабылдау қажет. Әр сәттің өзегіне еніп, оның шындығын сезінгенде, біз мәңгілік пен шексіздік кеңістігіне енеміз. Бұл алғашында парадокс сияқты көрінгенмен, шын мәнінде өмірдің ғажабы, жаратылыстың кереметі. Біз өмір сүріп жатқан әлемнің кереметі. Қазіргі сәтте осында және қазір болу міне басты ұғым. Сондықтан осы кезеңнің тәжірибесін дәл осы жаттығудан, яғни дәл қазіргі сәтте болуды үйренуден бастайық. Іштей өзіңізге айтыңыз: мен қазір сызықтық уақыттан шығамын. Мен мәңгілікпін. Мен мәңгіліктен бақылап тұрмын. Мен мәңгілік пен шексіздік кеңістігінен осы сәтте болып жатқанын бәрін қабылдаймын. Елестетіңізші, уақыт енді сізге билік жүргізе алмайды. Сіз тоқтадыңыз. Енді уақытпен бірге қозғалып тұрған жоқсыз. Уақыт өз ағысымен өтіп жатыр, бірақ сізге әсер етпейді. Сіз мәңгілік пен шексіздік кеңістігіндесіз, және сол жерден өмір ағынын тамашалап тұрсыз. Сіз бұрын байқамаған, сезбеген көптеген нәрселерді аңғарасыз. Сіз өмір сүріп жатқаныңызға, жерде екеніңізге, айналаңыздағының бәрін сезіне алатыныңызға қуана аласыз. Сол сәтте бәрінің уақытша, нәзік әрі жылдам өтетінін, сондықтан да оның шексіз құнды екенін сезінесіз. Сол мезетті жоғалтпау қаншалықты маңызды екенін түсінесіз. Өйткені бір сәттен кейін ол жоғалады. Онымен бірге оның бүкіл мәні де кетеді. Мұндай күйде уақыт сіз үшін баяулайды. Әр сәттің өз ішінде қаншама тереңдік бар екенін сезінесіз. Әр сәтті бұрын байқамаған өмірдің тұтас бөлшегі ретінде өткізе аласыз. Бұрын байқалмай кеткен, бірақ аса қымбат, нәзік және өтпелі өмір сәті ретінде. Келешекте осындай шағын медитацияларға кез келген жерде, кез келген уақытта бірер минут бөлуге болады. Бара-бара сіз бұл дүниені осындай күйде, ашық көзбен де қабылдауды үйренесіз. Сонда сіз әлемнің әлі де қаншалық сырлы, таңғажайып, зерттелмеген екенін байқайсыз. Сіз шық тамшысынан тұтас ғаламды көре аласыз. Жазғы жаңбырдан, бала күлкісінен, желдің лебізінен, найзағайдың үнінен,
немесе терезе сыртындағы машинаның дыбысынан, өзгелер ұсақ деп санайтын нәрселерден қуаныш таба бастайсыз. Бұл сіздің шын мәнінде өмір сүріп жатқаныңызды білдіреді. Сіз өмірді толық сезініп, жер ғаламшарындағы сапарыңызда өзіңіздің құдайлық рух екеніңізге сай өмір сүріп жатырсыз. Әлемдегі бар нәрсе ағын мен толқын. Адам да сол сияқты. Қашан сіз дәл осында және қазір сәтінде толық бола алсаңыз, сол сәтте сіз еркінсіз, терең дем алып, өмірді барынша сезініп тұрсыз. Еш нәрсеге байланбағансыз. Бірақ есте сақтаңыз, тілектер мен мақсаттарға байланбау, мүлде ештеңе қаламау деген сөз емес. Біз әлі де тілейміз, армандаймыз, ұмтыламыз. Тек бұл тілектердің сапасы өзгереді. Енді бұл бәрінен бұрын қызықты ойынға айналады. Біз өз тілектерімізбен және олардың орындалуымен жеңіл ойнап, рахаттана өмір сүреміз. Біз білеміз ғой, өмір дегеніміз үлкен ойын алаңы. Егер біз өзіміздің мәңгі, Құдай жаратқан рух екенімізді естен шығармасақ, бәрі бұрынғыдай маңызды әрі ауыр болып көрінбейді. Бұрын біз қалағанымызға жабысып, оны жоғалтып алудан қорқып, бар күшімізбен күресетін болсақ, енді тілектерімізді жеңіл шарлар сияқты ойнап ұстай аламыз. Бір нәрсе жүзеге аспаса, демек, басқа біреу орындалады. Мұңаймаңыз. Құдай бізге не керегін бәрінен де жақсы біледі. Ең ғажабы, осындай жеңіл, ойынға толы қатынаста өмір сүргенде, біз бұрынғыдан да көп жақсылық пен қуаныш аламыз. Сіз білесіз бе, бүкіл әлемнің табиғаты толқындық. Өйткені энергияның табиғаты да толқын түрінде. Дүниедегі барлық нәрсе ағын мен толқын. Сіз де ағынсыз, толқынсыз. Бұл сізге біртүрлі естілсе де, өзіңізді толқын немесе ағын ретінде елестетіп көріңіз. Сонда сіз өзіңіздің шынайы болмысыңызбен қайта табысқандай ерекше ләззат сезесіз. Өзіңізді еркін, еш нәрсеге байланып қалмай ағатын ағын ретінде елестетіңіз. Иә, ол өз арнасын өзі сала алады. Жолында кездескен нәрселерден қажеттіні өзімен бірге алып кетеді. Бірақ ешқашан тастарға, бұтақтарға немесе ең әдемі жағаларға жабыспайды. Ағын олардың бәрін жаймен айналып өтіп, өз жолымен әрі қарай қозғалады. Ағын болу бұл еркін ағу, ойнау, сергіп, еш нәрсеге байланып қалмау деген сөз. Бұл ерекше күй. Оны сезініп жаттықтыруға болады. Келесі екі жаттығу осы күйді дамытуға бағытталған. Бірақ бұл тек жаттығу ғана емес, бұл демалыс, босаңсу және қуаныш. Мұның бәрін сіз өз тәжірибеңізде міндетті түрде сезінесіз. Екінші жаттығу. Ағынға айналыңыз. Өзіңізбен оңаша қалып, тыныш және жайлы ортада көзіңізді жұмып, өзіңізді энергия ағынының ішінде тұрғанда елестетіңіз. Бұл ағынды қалай елестететіңіз өз еркіңізде. Егер су ұнаса, өзіңізді сарқырама астында тұрғанда елестетіңіз. Егер түстерді жақсы сезсеңіз, өзіңізді алтын немесе әппақ жарық ағынында тұрғандай елестетіңіз. Егер ауа стихиясы жақын болса, жылы, жұмсақ жел ағынында тұрғандай сезініңіз. Егер дыбысты жақсы қабылдасаңыз, әуен толқындары сізді қоршап тұрғандай елестетіңіз. Егер хош иістерді ұнатсаңыз, сүйікті гүл иісі ағынында тұрғандай сезініңіз. Бұл энергияның әртүрлі көріністері. Бастысы, өзіңізге сай энергияның қозғалысын сезініңіз. Өзіңізді және денеңізді еркін жіберіңіз. Энергияның сіздің ішіңізден және айналаңыздан еркін ағуына мүмкіндік беріңіз. Егер денеңізде кернеу болса, сол жерге назарыңызды аударып, босаңсуға тырысыңыз. Егер денеңіз сәл қозғалып, толқын сияқты тербелгісі келсе, оған ерік беріңіз. Сол арқылы сіз тереңірек босаңсып, энергия ағынын жақсырақ сезесіз.
Бұл ағын сізге қажеттінің бәрін әкелетін өмір күші, денсаулық, жақсы көңіл күй, күш пен шабыт, өмірдің түрлі игіліктері. Бірақ оның бір маңызды қасиеті бар. Ол еркін ағуына рұқсат еткенде ғана бәрін әкеледі. Біз қорқып қысыламыз, немесе ағын әкелген нәрсені ұстап қалғымыз келген сәтте ол тоқтап қалады. Ал оның әкелген игілігі өмірімізден жоғала бастайды. Барлық мәні еркін ағып тұруда. Энергияны қабылдап әрі қарай өткізіңіз. Өмір күші еркін ағып жатқан сәтті табыңыз. Сол күйді есте сақтаңыз, және оны қалаған уақытыңызда қайта оралып сезініңіз. Қай жерде, қандай жағдайымда болсаңыз да, сол күйге қайта оралып тұрыңыз. Еркін және шексіз ағатын ағын күйінде. Сонда өміріңізде көптеген жақсы өзгерістерді байқайсыз. Өзгерістер бірден емес, бірақ біртіндеп және тұрақты түрде күшейе береді. Сізге қажеттінің бәрі өздігінен келіп жатқанын байқайсыз. Ағынмен өмір сүрген кезде біз өзіміздің құдайлық менімізді әр сәтте жүзеге асырамыз. Біз өзімізді әлемде көрсетеміз, ал әлем соған сай бізге шынайы рухани болмысымызға қажет нәрсені береді. Үшінші жаттығу. Ағынмен қозғалыңыз. Өзіңізбен оңаша қалып, ыңғайлы отырыңыз. Көзіңізді жұмып, өзіңізді теңіз толқынында жеңіл тербеліп тұрғанда елестетіңіз. Немесе өзіңізді өзен ағысымен жүзіп бара жатқандай сезініңіз. Егер суды елестету қиын болса, таза, мөлдір су ағынының бойымен қағаз қайықтың, ағаш жапырағының немесе гүлдің қалқып бара жатқанын көз алдыңызға елестетіңіз. Енді өзіңізді бақылаудан босатып, ағынға толық сенім артыңыз. Содан кейін өзіңізді сол ағынның өзі ретінде сезініңіз. Бұл су ағыны болу шарт емес. Бұл энергияның қозғалыста болуы мүмкін. Өзіңізге айтыңыз: мен ағынмын. Мен энергия ағынына сенемін. Себебі бұл жарық пен махаббат энергиясы. Бұл энергия үйлесімділікті қалпына келтіреді. Бұл энергия барлық оқиғаларды өз орнына бағыттайды. Барлығы дұрыс, барлығы жақсы. Бәрі болуға тиістідей болып жатыр. Бір сәтке осы күйде болыңыз. Ағынның қозғалысын сезініңіз. Бұл жаттығуды кешке ұйықтар алдында жасаңыз. Ол сізге босаңсуға, күнделікті уайым мен кернеуден арылуға және ұйқыны жақсартуға көмектеседі. Қуаныш және өмірден ләззат алу сіздің ұраныңыз болсын. Ағынмен өмір сүре бастағанда сіз жеңілдікті, еркіндікті, жағдай мен жоспарларға тәуелсіз болуды сезінесіз. Ағын ішінде болған кезде біз қорғалған күйдеміз. Біз бейне бір құдайдың қанатының астындамыз. Жарық пен сүйіспеншілік энергиясының ағынында. Бұдан күштірек қорған бар ма? Жоқ. Құдайлық энергияның қорғаны ең қуатты, ең сенімді. Сондықтан біз тыныштала аламыз. Сабыр тауып, өзімізді ең сүйікті, қамқор ата-ананың құшағындағы баладай сезіне аламыз. Бірақ сүйіспеншілік ата-ана тек қорғап қана қоймайды. Ол баланы өз бетімен әрекет етуге, өсуге және дамуға ынталандырады. Дәл сол сияқты біз де тек еркіндіктің рақатына батып, еш нәрсе істемей отыруға болмайды. Біз де күш пен ерік танытып, өз ағынымызбен бірге қозғалып, оның қуатын өзіміздің күшімізбен біріктіріп, мақсаттарымызға жете аламыз. Бірақ мұның бәрін жеңіл, ойын түрінде, қуанышпен жасауға болады. Өйткені бізге ағынның қуатты, қорғайтын күші көмектеседі. Бізде кедергілермен соғысу қажет емес. Ағынның өзі бізді дұрыс бағытқа апарады. Өзіңіздегі құдайлық ағынға назар аударыңыз және оған өзіңізді жетелеуге мүмкіндік беріңіз. Бұл ағын сіздің әрбір іс әрекетіңізде көрініс тапсын.
Сізге әр қадамыңызды бақылап, сырт көзге қалай көрінетінін ойлаудың қажеті болмайды. Сіздің әр ісіңіз кемелдікке барынша жақын болады. Сіз бәрін әдемі әрі табиғи түрде жасайсыз. Өйткені сізді Құдай жетелейді. Құдайдың өзі жетелеп тұрғанда өзіңізге күмәндануға бола ма, қымбаттыларым? Жоқ, сіз күмәнданбайсыз және жер бетінде жасаған әр қадамыңыздан ләззат аласыз. Өздігінен туындайтын табиғилық, қуаныш және өмірден ләззат алу біздің ұранымыз болсын. Қандай қиын мақсат қойсақ та. Өздігінен әрекет ету дегеніміз өз болмысыңмен болу және өмір ағынымен жеңіл үйлесу қабілеті. Бұл сәт талап еткендей әрекет ету. Тіпті ол жоспарға сай келмесе де. Бұл кез келген жағдайда тез бағдар тауып ең дұрыс шешім қабылдау қабілеті. Тек ағынмен бірге болып, осы сәтте өмір сүргенде ғана мұндай мүмкіндік туады. Өздігінен әрекет ету үйренетін нәрсе емес, ол табиғи түрде пайда болады, егер жағдай қолайлы болса. Ағынмен және осы сәтте болу арқылы сіз өзіңізге осындай қолайлы жағдай жасайсыз. Ниетті босату, оны жүзеге асыруға қажетті еркіндік беру деген сөз. Ағынмен жүргенде сіз өз ниетіңізді босатасыз. Оған жабыспайсыз, ұстамайсыз. Бұл енді қажет емес. Энергия ағыны бәрін өзі орындайды. Егер сіз өзіңізге де, оған да, ниетіңізге де еркіндік берсеңіз. Крайон бізге еске салады. Біздің ниетімізді жүзеге асыру үшін не істеу керегін Құдай бәрінен жақсы біледі. Сондықтан бұл процеске араласудың қажеті жоқ. Бізге тек бір нәрсе керек. Құдайдан біздің ниетіміз ең игі және бәріне пайдалы түрде орындалуын сұрау. Сосын оны босату. 4-ші жаттығу. Ниетіңізді босатыңыз. Өзіңізбен жалғыз қалыңыз. Ниетіңізді айқындап, оны дауыстап Құдайға жеткізіңіз. Көздеріңізді жұмып, назарыңызды ішкі әлемге аударыңыз. Өз құдайлық орталығыңызбен байланысыңыз. Онда жарқыраған күміс немесе алтын сәулелі жарық көзі бар деп елестетіңіз. Осы жарық ағынын ойша алдыңызға бағыттаңыз. Өз энергияңыздан шамамен 1 метр қашықтықта бір сфера қалыптастырыңыз, яғни шар. Энергияны сол шарға бағыттап, оның көлемін ұлғайтыңыз. Ол бойыңыздың биіктігіндей немесе одан да үлкен болсын. Ниетіңізді қайта айқындап, оны ішкі құдайлық орталығыңыздағы энергиямен бірге сол сфераның ішіне бағыттаңыз. Ниетіңізді ақпарат жасылған жарық шоғырында елестетіңіз. Ол энергия сфераның жарығымен бірігіп кетсін. Енді сол сфераны босатып жіберіңіз. Оны жіпке байлаған әуе шары сияқты ұстап тұрғанда елестетіңіз. Енді жіпті босатыңыз немесе қиып жіберіңіз. Шар баяу жоғары көтеріледі. Ол биіктеп, кішірейіп, ақырында аспан төңірегіне еріп кетеді. Көзіңізді ашып, әдеттегі істеріңізге қайта оралыңыз. Ниетіңіздің қалай орындалатын туралы болжау жасамаңыз. Рух сізге жіберетін нұсқауларды байқап, оларға күмәнсіз еріңіз. Сіздің ниетіңіз ақырында сіз үшін ең қолайлы түрде орындалады. Құдайлық энергиялардан ниетіңізді қалыптастырып, оны энергетикалық шарға енгізген соң, сіз оны босатасыз. Осылайша оның әрекет етуге бастауына мүмкіндік бересіз. Сіз оған энергия қостыңыз, мақсат қойдыңыз, бір жоба құрдыңыз. Енді артқа шегініп, энергияның өз бетімен өрбуіне рұқсат беріңіз. Қалағанын Құдайдың қамқорлығына тапсырыңыз. Енді крайон бізге бір қарағанда күрделі көрінетін, бірақ іс жүзінде өте қарапайым нәрсені айтады. Армандаңыз, қалаңыз, мақсат қойыңыз, бірақ сол мақсатқа қалай жететініңізді жоспарлаудың қажеті жоқ. Қазір жер планетасындағы энергиялар өзгеріп жатыр.
Сондықтан біз құрған жоспарлар көбіне орындалмай жатып ескіріп кетеді. Жоспар өткен шақтың өнімі, ал өмір ағын. Қазіргі сәт басқа іс-әрекеттерді талап етеді. Сол себепті жоспарларымыз жиі орындалмайды. Бізге оларды өзгертуге тура келеді. Мүмкін алдын ала жоспарламай, жағдайға қарай әрекет еткен дұрыс шығар. Көп жағдайда дәл осындай өздігінен туған әрекеттер әлде қайда тиімді болады. Сізге тек бір нәрсе қажет, ол сенім. Өзіңізге және рухқа сену. Кейде рух нұсқағандай алдын ала ойланбай жасалған қадамдарда да бару керек. Ең бастысы, ескі жоспарларға және үйреншікті жолдарға байланып қалмау. Ағынмен бірге еркін, ештеңеден шектелмей жүру. Крайон мақсатқа жету процесін түгелдей рухқа сеніп тапсыруды ұсынады. Бұл үшін санаңызды сәл өзгертуді қажет етеді. Сондықтан асықпаңыз. Мұндай тәсілді біртіндеп үйреніңіз. Төмендегі жаттығу сізге көмектеседі. 5-ші жаттығу. Мақсатқа жету жолын жоспарламай үйреніңіз. Өзіңізбен жалғыз қалыңыз. Ыңғайлы қалыпта отырып, көзіңізді жұмып баяу тыныс алыңыз. Ойыңыз бен сеніміңіз тынышталып, тепе-теңдік тапсын. Өмірдің кез келген саласында жеке, кәсіби, тұрмыстық немесе шығармашылық сізге ең маңызды мақсатты ойлаңыз. Бұл мақсатқа жетіп қойғанда елестетіңіз. Сол сәтті барынша анық әрі жарқын елестетіңіз. Не көріп тұрсыз? Не естіп тұрсыз? Не сезіп тұрсыз? Енді өзіңіздің құдайлық орталығыңызбен байланысыңыз. Ішкі құдайлық менен сұраңыз. Бұл мақсат рухтың қалауына және менің жан қажеттілігіме сай ма? Жүрек тұсыңыздағы сезімге назар аударыңыз. Егер ол жылы, қуаныш пен тыныштық сыйласа, демек бұл сіздің дұрыс мақсатыңыз. Егер ауырлық немесе қуаныштың болмауы байқалса, басқа мақсатты таңдаңыз. Мақсат дұрыс таңдалған болса, оны тағы бір рет толық әрі егжей-тегжейлі көз алдыңызға елестетіңіз де былай деңіз. Міне, менің қалайтыным қадірлі рух. Рухқа өз қалауыңызды барлық егжей-тегжеймен көрсетіңіз. Содан кейін айтыңыз. Бұл мақсатқа жетудің жолын маған рухтың өзі жоспарласын және мені сол жолмен жетелесін. Қадірлі рух. Қайда бару, қай кезде бұрылу, қай есікті ашу керегін нұсқа, маған белгілер бер. Жаттығудан кейін өз мақсатыңызды кейде еске алып, оны жүзеге асқан күйде елестетіңіз. Егер бұл сізге қуаныш сыйласа, бірақ жолын жоспарлауға тырыспаңыз. Егер өзіңізді Құдайға қалай істеу керегін айтып тұрғандай сезінсеңіз, ойыңыздағы сол жоспарларды өшіріп тастаңыз. Күнделікті тіршілігіңізді жалғастырыңыз. Бірақ алдыңызда пайда болатын мүмкіндіктерге мұқият болыңыз. Олар міндетті түрде пайда болады. Сол сәтте күмәнданбай, өздігінен ашылған есіктерге қадам басыңыз. Есіңізде болсын, жоспарламау әрекетсіз болу емес. Рух сіздің орныңызға әрекет етпейді, бірақ сіздің әрекетіңізді бағыттайды және қолдайды. Міне, сонда сіз шынайы шеберлікті сезінесіз. Өмірдің өз ағынымен оңай үйлесімді өрбуін. Бұл мүмкін бе? Иә.